Азизулы жамағат, қазір мен сіздерге бір уақиғаны баяндап берем. Бұл уақиға бір мысал алтын ретінде айтылған, үлкен адамға ой салатын, түйсек салатын, толған беретін, тоқтан беретін бір уақиғаны баяндап берем. Осы уақиғаны жақсылап ұғынып алып, одан бір түйсік шығарыңыздар. Бір патшаның, бір атақты патшаның, бәл ахуаты ең жоғары болған бір патшаның 4 әйелі болды. Ол бірінші әйелімен, бәйбішесімен мәселесін ұмытқан, араласудан қалған, оны ұмытқан адам еді. Екінші әйелі ақылды, саналы еді. Үшінші әйелі ол өзі қорқатын патша ол әйелден. Өйткені онысы әдемі, реңді, көркем болады екен. Басқа біреуден қызып кетіп қалама деп қызғанып өткен кісі екен. 4-ші әйелі өте жас еді. Міне бір күні патшаға да ауру жетті. Аурумен бірге өлім жетті. Сонда бүкіл елімен қоштасып болып, қасына 4 әйелін шақырды. 4 әйелін шақырды да әйелдеріне қайырылды барлығына. Мен өліп қалатын сияқтымын. Бұл өмірімнің соңы маған жақындаған сияқты. Өлім, егер мен өліп қалсам, қайсысың менімен бірге қабірге кіресің? Менімен бірге зираттың ішіне кіріп, қабірдің ішіне тарлақатты кең қып қаздырам. Қайсысың менімен бірге жатасың деп еді. Ең кенжесіне қарады. Сонда кенжесі жас келінге әйеліне қарағанда, жас әйел, әй сорлы, өлім басыңа көрінсін. Сен өлетін болсаң өзің өл, қабірге өзің жалғыз кір деп айтады. Келесі әйеліне қарады. 3-ші әйеліне қарады. Сен менен денсаулығымды да, мен сені жақсы көргенде денсаулығымды да, дүниемді де сенен аяған жоқпын. Сен менімен бірге ең болмаса сен қараңғы зиратқа кіресің бе дегенде, өлім басыңа келсін ей патша, өлім басыңа келсін. Сен өлген сәтте мен бірден басқа күйеуге тиіп кетем деді. Сөйтіп 2-ші әйеліне қарады. Реттелікпен келген 2-ші әйелге қарағанда, саған көп расында сен көп жақсылық жасадым ғой. Енді сен не дейсің дегенде, ол да қарап айтқан екен. Сен маған жақсылығың өткені рас, маған көп жақсылығың өткені рас. Жарайды, мен енді сенің жақсылығыңды ескеріп, семен бірге қабірдің аузына дейін барайын, зиратыңа лесіп барайын, бірақ мен қабірге кірмеймін деді. Сол сәтте бірінші бәйбішесі тастап кеткен, оны әуелде үйленіп, оған қарамай кеткен әйелі ойбайлап, жылап, сықтап, қайғырып былай деді: мен кіремін, сенімен бірге қабірге мен кіремін, сені мен тастамаймын, сенімен бірге мәңгі боламын деп бірінші әйелі қасына келді. Бұл әйел кім еді? Ал енді патша сонда қалған 3 әйеліне қарап, жүрегіне қайғырып, әй, ақмақ болған екенмін, мен ақмақ болған екенмін, 3 әйелді қуып, бірінші әйелімді, ең негізгі әйелімді ұмытып кеткен екенмін деді. Бұл әйелдің емес, бұл жердегі жамағат, жаңа айттым мысалға жақсылап қараңыздар деп. Бұл бір мысал, осы мысалдан мынаны ұғыңыздар. 4 әйелдің мысалы, бірінші түйен кенже 4-ші әйелі, ол асқазаны, ол оның адамның денесі. 2-ші әйелі, ол бүгіндегі мал мүлкіміз. Ал енді бізбен бірге қабірге дейін лесіп барған әйел дегенім, ол туған туыс, қабірге дейін семен бірге жақсылығыңды еріп, ескеріп, қабірге дейін ғана лесіп барады. Олар да ол жерде қалмайды, семен бірге қайтады. Ал бірінші әйел кім? Бірінші әйел, ол сен қарамай кеткен, көңіл бұрмай кеткен, уақытың жетпей кеткен құлшылығың, ғибадатың, оразаң, намазың, Алла бұйырған нәрселер, солардың барлығы сенің нағыз серігің, нағыз досың боп, семен бірге қабірге барады жамағат.